Компьютер ойындарын белсенді ойнайтын адамдар енді өзін спортсмен деп сенімді түрде атай алады. Дәлірек айтсақ, киберспортсмен. Себебі Dota, PUBG, League of Legends, CS2 сияқты ойындар енді 21 ғасырдың жаңа спорт түрі, киберспорт ретінде танылады. Ал геймер жалақысы керемет жаңа мамандықтың түрі. Күннен күнге көптеген адамдар компьютер ойындарын негізгі табыс көзі болатын толыққанды жұмыс ретінде қарастырады. Какая такая работа? Ты мне трудовую книжку покажи! Сонда жай ғана ойын ойнап, қалайша $1 миллион ақша табуға болады екен. Cybersport немесе eSports, Electronic Sports. Оңтүстік Корея, ақш, Ресей, Қытай, Германия, Италия, Украина, Финляндия сияқты бірқатар елдер киберспортты ресми түрде спорт деп мойындады. Оны неге спорт қатарына жатқызады? Өйткені киберспортқа топпен де, жеке жалғыз спортшы ретінде де қатысуға болады. Киберспортсмендердің жаттықтырушысы да бар. Ойында арнайы стратегия керек. Киберспорт өте бәсекелік сала. Әлемнің үздік геймерлері үлкен жүлде қорлары үшін күреседі. Осыларды ескере отырып, киберспорт спорт ретінде танылады. Және оның өз олимпиадалары өткізіледі. Ал бұл жарыстардың көрермендері үлкен стадиондарды толтырып қана қоймай, тікелей эфир арқылы да ойынды бақылап отырады. Сонда бұл киберспорт әлемінде адамдар қалай ақша табады екен? Әрине, әлем бойынша миллиондаған ойыншылар бар, бірақ олардың бәрі кәсіби ірі жарыстарға қатыспайды. Көпшілігі стрим арқылы ақша табады. Яғни, стример тікелей эфирге шығып, өзінің қалай ойнайтынын көрсетеді. Ойынның кейбір қиын деңгейлерін өту амалдарын түсіндіреді. Жалпы өзінің тәжірибесімен бөліседі. Стримингті негізінен Twitch платформасында өткізеді. Бірнеше күннен кейін YouTube-қа жүктейді. Бұл жерде айтып кететін жайт, Meta компаниясы да Facebook Gaming платформасын құрып, бұл нарыққа қатысқысы келген. Олар Twitch-тің ірі стримерлеріне Facebook Gaming платформасында ғана стрим өткізген үшін $2 миллион не одан да көп ақша ұсынған. Стримерлерге көрермендер жіберген донаттар түрінде ақша түсіп тұрады. Сондай-ақ, көрермендері көп стримерлер демеушілермен келісім немесе жарнама арқылы тағы ақша таба алады. Мысалы, Ninja лақапатымен танымал стример Тайлер Плевинс осылайша айына $500 мың табыс көреді екен. Екінші тәсілі Twitch саптары. Twitch платформасына стримерлерге ақылы жазылу түрі бар. Стримердің көрермені оған ақылы жазылса, стримингті жарнамасыз көре алады. Бөлек жабық чаттарға рұқсат, көрермендер саны шектеулі стримингтерге қосылу және тағы басқа ерекше мүмкіндіктерге ие болады. Ал стримердің өзінде тағы қосымша ақша. Киберспортта ақша табысының тағы бір түрі демеушілер. Әлемнің әйгілі ірі компаниялары бұл спортқа көп қаражат бөледі. Мысалы Mercedes-Benz, Samsung Electronics, Red Bull, Microsoft, Mobile бұндай компаниялар үлкен халықаралық жарыстарды өткізумен қоса, жарысқа қатысатын командалардың демеушісі болған. Киберспортта ақша табысының тағы бір түрі, ол әрине де ойындарға қатысып, олардан гонорар алу. Бұл жағдайда кәсіби геймер немесе геймерлер тобы киберспорт бойынша жарыстар мен олимпиадаларға қатысады. Жүлделі орынды алғандарға ақшалай сыйлықтар ұсынады, ал ол сыйлықтардың сомасы аз емес. Мысалы, өткен 2023 жылы Сиэтлда өткен The International Dota Second World Championship жарысында жеңген Team Spirit командасы $1,4 миллион ұтып алды. Негізі киберспорт турнирлерінің жүлде қоры расында да қомақты қаржыдан тұрады. Мысалы, бүгінге дейін өткен Dota 2 жарыстарын ғана алсақ, жалпы жүлде қоры $312,775,356 құрайды екен. Киберспортпен бірге киберспортсмендер мен кәсіби геймерлер де мойындалды. Олардың арасында киберспорт арқылы нағыз ақшаны табатын үздіктер бар. Киберспортта ең көп ақша табатын геймер даниялық Йохан Сунштайн, aka No Tail, Dota 2 ойыншысы, The International чемпионатының 2 дүркін чемпионы. Киберспорттағы ортақ ұтысы $7,184,163. Дегенмен соңғы жаңалықтарға сенсек, ол киберспорт саласында өз қызметін әзірге тоқтататын сияқты. Йоханнан кейін екінші орында финляндиялық Jesse Vainика, лайқапаты Jerex. Ол да Dota 2 ойыншысы. Жарыстарда жалпы ұтып алған сомасы $6,486,623. Ал үшінші орында Австралия геймері Анатон Фам, киберспортта Ана деген атпен танымал, Dota 2-нің кәсіби геймері. Осы күнге дейін жарыстардан алған жалпы ұтысы $6,024,411 құрайды. Қазақстанда киберспорт 2018 жылы ресми түрде спорт түрлерінің тізіміне енгізілді. Сондай-ақ Қазақстан киберспорт федерациясы да бар, және ол ұлттық олимпиада комитеті тарапынан ресми түрде танылған. Киберспортта біздің спортшылар да үлкен жетістіктерге жетті. 2023 жылы Сауд Арабияда өткен Global eSports Games 2023 әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы Dota 2 бойынша жеңіске жетті. Ал 2022 жылы PUBG Mobile бойынша Bali World Championship халықаралық турнирінде Titan Gaming қазақстандық құрамасы бірінші
орынға ие болды. Қазақстандық киберспортсмендер арасында табысы ең көп әрі тәжірибесі ең мол ойыншы Абай Хоббит Хасенов. Ол әлем бойынша CS:GO-дың үздік геймерлер тізіміне кіреді. Жарыстардан тапқан ұтысы $803,347 құрайды. Әзірге Абай Қазақстаннан шыққан алғашқы киберспорт миллионері атағының басты үміткері. Виртуалды әлем мен компьютерлік ойындардың дамуы мен киберспорт барған сайын маңызды және беделді салаға айналып жатқанын мойындаған жөн. Жай ғана беделді емес, миллиондаған табыс әкеле алатын сала. Бәлкім, ойыннан басқа еш нәрсені білмейтін әлгі досыңыз ертең киберспорт миллионеріне айналуы мүмкін.